Баршаңызға сәлем. Бүгін змейка ойынын ойнайтын боламыз. Ол үшін A4 форматындағы картон қағазды бөліктерге бөліп аламыз. Мен әрқайсысын 1,5 сантиметрден бөліп алдым. Алма кезек канцелярлық пышақ арқылы бірінен соң бірін кесіп отырамыз. Кесіп болған соң жылан дайындаймыз. Жыланды біздер түрлі түсті картон қағаздардан жасайтын боламыз. Бірдей ұзындықта кесіп алып, балаңызға қалай ойнау керек екенін көрсетіңіздер. Бұл ойын баланың табандылығын дамытады. Белгіленген ережелерді сақтау, жауапкершілік пен тәуелсіздікке тәрбиелейді. Бұл өз кезегінде басталған істі аяғына дейін жеткізу қаншалықты маңызды екенін түсінуге мүмкіндік береді. Осындай басқа да қызықты видеоларды менің арнамнан таба аласыздар. Ол үшін арнама тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар.